Құрметті ата-аналар және заңды өкілдер, бұл бейнежазбада біз күту парағына өтініш беру үдерісін қарастырамыз. Егер сіз қалаған балабақшада бос орын болмаса, онда сіз осы балабақшаның күту тізіміне кіре аласыз. Сіз өзіңіздің өтінішіңізді күту парағына тек белсендірілген ваучеріңіз болған кезде ғана, сондай-ақ осы ваучер бойынша балабақша контингентіне тіркелген кезде ғана бере аласыз. Ол үшін ұйымдар каталогынан қалаған балабақшаны тауып, тіркелу батырмасын басыңыз. Бұл балабақшада сіздің балаңыздың жасына және оқу тіліне сәйкес келетін бос орындар жоқ. Сіз күту парағына кезекке тұра аласыз. Берілген өтініш күту парағына өтініштер бөлімінде болады. Онда сіз өз өтінішіңіздің мәртебесімен таныса аласыз. Сондай-ақ өңдеу батырмасын басу арқылы өтінішіңізді кезектен алып тастай аласыз. Жүйе әртүрлі балабақшалардың күту парағына ең көп дегенде 4 өтініш қалдыруға рұқсат береді. Сіздің жас санатыңыз үшін балабақшада орын босатылған кезде сізге бос орын туралы хабарлама келеді. Қалаған балабақшаға қабылдану туралы шешім қабылдау үшін сізге 2 күнтізбелік күн беріледі. Егер сізде бос орынға мүдделілік болса, «Я» батырмасын басыңыз және қабылдану үдерісін бастаңыз. Егер сізде бос орынға мүдделілік болмаса, «Жоқ» батырмасын басыңыз. Егер сіз 2 күн ішінде жауап бермесеңіз, күту парағындағы өтінішіңіз 10 жұмыс күніне тоқтатым парағына жіберіледі. Тоқтатым парақта болу мерзімі өткеннен кейін сіздің өтінішіңіз беру күнін өзгертпестен күту парағына бұрынғы орнына қайтарылады. Назарларыңызға рахмет.